Жеңгелер, не істеп жатсыздар? Келе ғой ерке қыз. Мен саған әжеңнің көзі болып қалған аманатты тапсырайын. Ол не? Ол әжеңнің шашбауы. Қыздың көркі шаш, шаштың көркі шашбау мен шолпы. Шашын өріп шашбау таққан қыздың шашы ұзарып қалыңдайды. Бойын ұстап әдемі болып өседі. Осыны есте сақта ерке қыз. Шашбау таққан қыз сыпайы салмақты болады. Және де шашбау таққан қыз қатты жүгірмейді. Себебі шашбаудың дауысы қатты шықса, әдепсіз қыз деп санаған. Шашыңды өріп жүр, шашыңды жайма. Қыз балаға қос бұрыммен жүрген жарасады. Шашыңды өргенім ұзын берік болсын дегенім. Шолпы таққан себебім ерсі қылықтан, мезгілсіз жүрістен арылсын дегенім. Шолпының салмағымен қыз басын тік, еңсесін биік ұстайды. Шашбау тек әсемділіктің емес, қыздың бой жеткендігін көрсететін бұйым. Оның балалық шақтан қыз дәуіріне өткенін білдіреді. Ол осы әшекей арқылы өзінің бой жеткенін, енді оған артылатын жауапкершіліктің жоғары екенін сезінеді. Шашбау таққан қыз ол еркімін деп естірмейтін, сұлумын деп мақтанбайтын, керісінше өз сұлулығын әзеппен, ибамен көмкеріп беретін нағыз қазақ аруы. Өзің де сондай көркем ару бол. Ал шекелек ажарды ашатын бұйым. Күміс шекелектің жарқылы қыздың жанарынан нұр қосып, жүзін нұрландырып жібереді. Сонымен қатар шекелек тіл көзден қорғайды. Халқымыз қыздың сұлулығын алдымен көз тиеді деп қорыққан. Шекелек сол тіл көзді қайтаратын басты қалқан.